Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, сіздермен iStudy оқыту орталығы. Бізде кезекті тақырыбына берілген үй жұмысының есептерін талдау сабағы. Бізде 4-ші тақырып тригонометрия тақырыбы болатын. Тригонометрия тақырыбы бұл теория сабағы да көп тұғын, бұның формуласы да өте көп. Яғни барлығы бір-бірінен туындайтын формула. Тригонометриялық негізі тепе теңдігі бар, ол синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа тең болады 1-ге. Және дәл осыған байланысты туындайды. Тангенс квадрат альфа плюс 1 тең болады косинус квадрат альфа бөлінген. Дәл осылай бірнеше формулалар бар, оның барлығын біледі деп есептейміз. Қалған бәрі туынды формулалар. Мыналар бізде келтіру формуласы деп аталады, бұлай. Мысалға синус 180 градус плюс альфа болса не болады? Синус 180 градус мына жер. Оған бір альфа қосылса 4-ші ширекке өтеді. 180 градуста неміз өзгермейді, функция өзгермейді, синустың өзінде қалады. Енді сондан басы оң ба, теріс па қараймыз. Мына ширекте, үстіңгі екі ширекте синус оң болатын, астыңғы екі ширекте теріс болады. 180-ге альфа қосылса ол мына ширекке өтеді, яғни синус болады, минус болады. Енді қарайық. Синус 180 плюс альфада қандай болады? Минус синус альфа. Бізде минус синус альфа шықты. Дәл осылай келтіру формуласы, және де бізде берілген әр градустың яғни синустағы, косинустағы мәндері, бұны да біз үйреттік. Яғни сіздерге тек енді есеп шығару қалды. Бізде В деңгейінің есептерінен бастаймыз. Теңдеу, теңсіздік араласады. Теңдеу негізі тригонометриялық теңдеулер өте көп келеді. Біріншісі былай. Теңдеуді шешіңіз дейік. 2 косинус квадрат x тең болады 3 синус x-ға. Не істейміз? Косинус квадрат, мынандай теңіз негізгі тригонометриялық теңдеу бар тұғын, теңдік, тепе теңдік. Синус квадрат x плюс косинус квадрат x тең болады 1-ге. Осы жерден косинус квадрат x тапсақ не болады? Мынау теріс болып өтетінде, 1 минус синус квадрат x. Косинус квадраттың орнына осыны қойсақ болады. 1 минус синус квадрат. 2, жақшаның ішінде 1 минус синус квадрат x тең болады 3 синус x-ға. Жақшаны ашсақ 2 минус 2 синус квадрат x тең болады 3 синус x-ға. Енді синус квадрат x мұнда өткіземіз. 2-не де өткіземіз. Мұнда не болады? 2 синус квадрат x плюс 3 синус x. Бәрін бір бетке топтадық. И синус квадраттың алдында 10 қылдық. Плюс 2 мұнда минус 2 болып өтеді. Тең болады 0-ге. Енді синус квадрат синус x дегеніміз тең болады а деген айнымалы енгізсек не болады? Мынау 2 синус квадрат дегеніміз 2а-ға тең болады, а квадратқа тең болады, плюс 3 синус дегеніміз а-ға тең, 3а минус 2 тең болады 0. Ескеремін 3-тің квадраты 9, минус 4 көйту минус 2 плюс 8, плюс 8 2 көйтсек 16 болады. Екеуін қоссақ 5-тің квадратын береді. Осы жерден а-ның бірінші және екінші мәнін тапсақ не болады? Плюс 3 минус 3 болады, плюс минус 5 бөлінген 2-ге көйтсек 4 болады. Енді тең болады. А-ның бірінші және екінші мәнін табамыз. Минус 3 минус 5, минус 8, 4 бөлсек минус 2. Минус 3 плюс 5, плюс 2 болады. 2-ні 4-ке бөлсек 2-ден 1 шығады. 2-ден 1. Енді бізде мына жерде а дегеніміз минус 2 және 2-ден 1-ге тең болды. Бізде енді мына шығарылу жолын өшіріп тастаймыз. Бізге қажет жоқ. Ендігі не болды? Енді бізде синус x тең болады минус 2-ге. Бірінші аның орнына минус 2-ні қойымыз. Синус пен косинустың мәні минус 1-ден аспайды. Бұл дұрыс жауап болмайды ешқандай. Синус x тең болады нешеге? 2-ден 1-ге. X тең болады нешеге? 2-ден 1-дегі мәні ол пи бөлінген 6 плюс 2 пи-н. Енді осыған қысқа жауаптарды қарайық. Мына минус 1-дің к дәрежесі деген сөз. Мысалға бізде мынандай не болса, шеңбер болса, осы шеңбердің ширектік бұрыштар бар, мына жерде. Осы ширектік бұрыштарда жоқ, қалғанның бәрінде осындай минус 1-дің к дәрежесін тіркеп отырады. Себебі неге? Өйткені олар мына жерде болғаннан кейін таңбалары ауысып отырады. Минус пи бөлінген болуы мүмкін, плюс пи бөлінген әртүрлі енді. Қарайық, пи бөлінген 6. Пи бөлінген 6 мына санына көрсетілген бойынша не жоқ? Периодта 2 пи болу керек. Бізде бұл жерде пи-ка тұр, сын нұсқасы келмейді, мыналар пи бөлінген келмейді. Мында пи бөлінген 6 тұр, периодта 2 жоқ. Тағы дұрыс емес болады. Енді бізде сонда пи бөлінген 6 плюс 2 пи-н деген жауап бізде мында е нұсқасында тұр. Пи бөлінген 6 плюс 2 пи-н е нұсқасында тұр. Енді келесі бізде
келесі бізде екінші есеп. Бізде келесі берілген екінші есебі былай көрсетілген. Егер тангенс альфа 3-ке тең болса, тангенс альфа 3-ке тең болса, мына бір өрнектің мәнін табыңыз дейді. Бізде көрсетілген лайфхактың әдісі бойынша тангенс альфа деген неге тең? Синус альфа бөлінген косинус альфа тең болады 3-ке, оны 3 бөлінген 1 деп алсақ болады. Косинус альфамыз 1-ге, синус альфамыз 3-ке тең болады. Мұның бәріне орнын мәнінде соң қойып шығамыз. Синус квадрат дейді, 3-ті квадраттаймыз. 9 плюс 9 көйту синустың орнына 3-ті қоямыз. Косинустың орнына 1-ді қоямыз. Плюс 8 көйту косинус квадрат, 1-ді квадраттаймыз. 1 бөлінген 2 көйту синус квадрат, 3-ті квадраттасақ 9 плюс 5 көйту синус дегеніміз ол 3-ке тең, косинус 1-ге тең, плюс 7 көйту 1-ді квадраттасақ 1. Ол осыны шешеміз. 5 көйту 9 45 плюс 9 көйту 3 27 плюс 8 көйту 1 8, астында да 18 плюс 15 плюс 7. Қанша болады? 45-ке 8-ді қоссақ 53, 53-ке 27-ні қоссақ 80 болады. Астында 18 плюс 15 33, 7-ге қоссақ 40 болады. 80-ді 40-қа бөлеміз, 2 шығады. 2 бізде А нұсқасында тұр. Үлкен есеп болып көрінгенмен, лайфхакты қолдану арқылы тездер шығарып тастай аламыз. Келесі бізде үшінші есеп. Теңдеуді шешіңіз дейді. Бұл да теңдеуге қатысты берілген. Не істейміз? Синус x тең болады, түбірасты 2 бөлінген 2. Мына 2-ні мұнда бөлуге қойып жібердік. Енді синус x-ін түбірасты 2 бөлінген 2-дегі мәнін аламыз. X тең болады нешеге? Түбірасты 2 бөлінген 2 деген ол 45 градус. 45 градус тең пи бөлінген 2. Пи бөлінген 4 плюс 2 пи-н. Енді ол пи бөлінген 4 мынау не болғаннан кейін ол айналып отыру мүмкін, теріс болуы да мүмкін. Сондықтан біз қараймыз. Пи бөлінген 4 плюс пи-ка дейді. Бізде мына жерде 2 тұру керек, ол дұрыс емес. Пи бөлінген 3 емес мүлдем, мына жерде де 2 жоқ, ол да дұрыс емес. Мына жерде плюс минус метр, 2 пи-н метр дұрыс. Мынау бізде мүлдем дұрыс емес. Сонда бізде жауабы да нұсқасында тұр. Келесі бізде берілген есеп, төртінші есеп. Келтіру формуласын қолдану арқылы тең болады. Не істейміз? 1 бөлінген 1 тангенс квадрат бөлінген жақшаншыда пи бөлінген 2 плюс альфа. Қараймыз. Пи бөлінген 2 мына жерде. Оған 1 альфаны қоссақ, мына жерге өтеді. Тангенсті плюс, мына 2 минус болады. Минус тангенске өтті. Енді пи бөлінген 2-де не ауысады? Котангенс квадратқа. Ол мына квадрат болғаннан кейін ол минус боламын, плюс боламын, квадраттан кейін бәрібір оң сан болып кетеді. Көйде синус квадрат альфа. Тең неше болады? 1 плюс 1 бөлінген котангенс квадрат альфа дегеніміз ол былай алмастырсақ болады. 1 бөлінген, котангенс дегеніміз ол косинус бөлінген синус. 1 бөлінген болған кезде синус үстіне шығып кетеді, синус квадрат альфа бөлінген косинус квадрат альфа болады. Көйділген синус квадрат альфа. Тең болады нешеге? Синус квадрат альфа бөлінген косинус квадрат альфа деген ол тангенс квадрат альфаны береді. Плюс 1 бар, мына жерде 1 плюс тангенс квадрат альфа ол нені береді? Ол 1 бөлінген косинус квадрат альфаны береді. Жақшан үшін 1 бөлінген косинус квадрат альфа шығады деген. Көбейту синус квадрат альфа, енді 1-ге көбейтіледі, үстіне жазылады синус квадрат альфа. Синус квадрат альфа бөлінген косинус квадрат альфа ол тангенс квадрат альфа береді. Сонда тангенс квадрат альфа бізде Е нұсқасында тұр. Енді келесі бізде С нұсқасының С деңгейінің есептері.